Аю адамдардың дауысынан қорқып қашып кетті. Сәлем, қазақ елі, Назарда Экспресс жаңалықтар, бізде 1 минут кеттік. Видеодағы Тянь-Шань аюы Жетісу облысындағы Жоңғар алатауына бал жеу үшін келген екен. Тіпті олардың омартасын бұзып кеткен. Бірақ араларға таланған ол келген жағына қашып кетті. Келе жатып видеоға түсіп қалды. Жергілікті қорықшылардың дауысынан шошып, бар жылдамдығымен қырға қарай жорта жөнелді. Мишка! Тоқта! Миша! Тянь-Шань аюы Жоңғар алатауында өте сирек кездеседі. Қазақстанның қызыл кітабына енген, яғни мемлекет тарапынан қорғауда. Адамдарға тиіскен оқиға әзірге аймақта тіркелмеген. Оның ұзындығы 1,5 метрден 2,5 метрге дейін жетеді, ал салмағы 600-ге дейін жетуі мүмкін. Әртүрлі мәліметтер